әлеуметтік желіге кіре қалсаң, бізде әйтеуір жалған ақпарат немесе тексерілмеген ақпарат, манипуляция толып кеткен, әсіресе қазіргі пандемияда. Енді өз басым қазір бірде-екілі журналист болғаннан кейін бірде-екілі зерттеу жүргізбек болып, тексеріс жүргізбек болып шыға келсең, белгілі адамдарға барып тірелесің да, олардың аудиториясы үлкен, миллионнан асып жығылады. Сөйтсе, сенікі бір шындық емес сияқты көрініп қалады да. Осы жағы. Мынандай мәселе бар ғой, мысалға аудиториясы, біз қазір бір үлкен зерттеу жасап отырмыз да. Аудиториясы бар, подписчиктері бар, жазылған адамдары бар, бірақ оның шын мәнінде оқырмандарға жететіні, шын мәнінде ақпарат жасайтыны, мысалға 3 миллион, енді атын атап түстемей қояйын, қазір зерттеу өтпей жатып, 3 миллион 600 мың адам бар, жазылған бір эстрада жұлдызының парақшасының нақты ақпараты 2200 адам ғана екен. Ол сонда роботтар, әлде ол жерде әртүрлі болуы мүмкін. Ол жерде оқырманға қызықты контент салмауы мүмкін. Ол жерде оқырманның бәрі жазылып қоюы мүмкін, өнерін сыйлап, оның ол бір кезде керемет хит әндер жазып кетуі мүмкін. Бірақ та шын мәнінде келген кезде оның ақпаратын басқа ешкімдер қарамайды. Подписчик па, подписчик қалып қала береді деген секілді. Сондай да мәселе бар да, екінші қырынан. Ал бірінші дүние, неғұрлым даже біздің 5 адамымыз болсын, 10 адам болсын, біз оның алдында жауаптымыз ғой. Кеше бір танысым, өздерінің әріптестерің Инстаграмдағы парақшасына бізді улап жатыр, мына қараңдар деп салып қойыпты да. Содан айттым, бәреншеке, бұл не керек, неге өйтіп салдың, сен енді біліп тұрсың ғой, бұны өтірік екенін деп. Қазір елдің бәрі саған сенеді де, ой, мына журналист сөйтіп салып қойды, ол шын мәнінде солай екен деп ақпарат таратады деп едім. Сөйтіп ойлайтындар ойлай берсін деді. Ол біздің жауапкершілігіміз ғой. Сенің жауапкершілігің, сенің жауапкершілігің, менің жауапкершілігім деген сияқты. Сондай мәселе қалып қалады да. Қалып отырғаны, біз сондай жалған ақпаратты, тексерілмеген ақпаратты таратушыларға не айта аламыз, не істей аламыз деген мәселе бар да. Бірінші жағынан 271 бап бар қылмыстық кодексте, әлде қателестім. 274 жалған ақпарат тарату. 274 жалған ақпарат тарату, және оған келіңкіремейтін болса, қарапайым қазақбайлыққа салынып, ар-намысқа, ұятқа шақыру мәселесі тұрады да. Бірақ ол ешкімге әсер етпеуі де мүмкін де. Рас. Негізі қай-қайсымыз болсын, әлеуметтік желіде бірдеңе жарияламас бұрын 2 бапты ұмытпау керекпіз да. Ол бірінші қылмыстық кодекстің 174-ші бабы, ұлтқа, тілге, дінге, әлеуметтік статусқа, ұруға байланысты араздық тудыру қандай да бір. Әсіресе бізде соңғы кезде қоғамда болып жатқан жағдайларға байланысты оларды өлтіру керек, сүйту керек, Қазақстаннан қуу керек, бұлар мұндай деген секілді өшпенділік тілдері, қадауат тілі көбейіп кетті. Бұл жерде де қылмыстық жауапкершілік қарастырылғанда. Екінші дүние, ол әрине біздің пандемия басталғалы көп айтып кеткен әңгімеміз, бұл қылмыстық кодекстің 274-ші бабы. Көрінеу жалған ақпарат тарату. Бұл жерде тіпті 7 жылға дейін, пандемия төтенше жағдай кезінде 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру деген не бар, жаза бар. Оны да ұмытпау керекпіз. Сосын тағы бір нәрсе бар. Өздеріңде жиі еститін шығарсыңдар. Парақша менікі, не әңгіме айтам, өзім білем. Бұл парақша менікі, мен не қылсам сенде өз еркім деген әңгіме бар. Сөз бостандығы деген, сендер мен сөз бостандығын шектеп жатсыңдар деген. Бірақ та осы жерде тоқталып кетсек, жеке көзқарасыңды білдірумен жалған тексерілмеген ақпаратты тарату парқын ажыратып алу керек та? Сіздер қалай ажыратасыздар оны? Қызықты сұрақ екен. Өз сөзіңді білдіру, өзіңнің ой пікіріңді білдіру, ол көбінесе бірінші тараптан болады. Әсіресе менің ойымша мандай деген дүние көбірек кездеседі. Енді солай айту мүмкін. Менің ойымша бізді улап жатыр деген сөз болады. Бірақ ол басқа біреуге сеніп қалуы мүмкін ғой. Басқа бір видеоға сеніп қалуы мүмкін. Басқа тараған жалған ақпаратқа сеніп қалуы мүмкін. Бұл жерде тіпті екеуін таразыға салатын болсақ, өте нәзік бір әңгіме жатыр да. Өйткені, бізді, менің ойымша кеше түнде бізді улады деген әңгіме, ол шын мәнінде жалған ақпарат таратып тұр, бірақ ол менің ойымша деген сөзді қолданып тұр да, ешкім бұны заңға тарта алмайды ол кезде.
Өйткені ол ойын ғана білдіріп тұр. Яғни ал егер ол нақты бір мәлімдеме жасаса, кеше түнде бізді улады десе, онда ол жалған ақпарат таратып тұр. Өйткені ол нақты мәлімдеме жасап тұр. Сонда екеуінің арасы екі ғана сөз ба? Менің ойымша, меніңше. Мына жағдайда сонымен қарастырғанымыз жөн. Бірақ та бұл жағдайда меніңше лингвистикалық сараптама жасалу керек. Филологиялық сараптама жасалу керек. Сотта, иә, бұл қалай болды, неге шын мәнінде бұл жалған ақпарат таратқысы келді ма деген психологиялық не жүргізеді. Меніңше, байқағаным, сен де сөйтіп сөйлей бастапсың ғой, меніңше бірден қағып алып жатыр көрді. Мысалы, фейк ақпарат келсе, ешқайсысы меніңше улап жатыр деп айтпайды ғой, ешқайсысы. Бірден таратады, қалай келді, солай таратады. Иә, олар еще андай күрделендіріп жібереді ғой. Жаңаға немене шашып кетті, содан кейін жақында ғана шықты ғой, Ақтауда. Жаңа ғана вертолет шашып кетті, содан кейін демала алмай қалдық. Аулада жүредім, кіріп кеттім деп. Бала шағам түгел. Иә, бала шағамның бәрін алып кірдім деп. Ол жерде мысалы менің ойымша, меніңше деген сөз болған жоқ. Әсіресе соңғы осы коронавирус инфекциясына қатысты таралып жатқан ақпараттың көп бір несі адамның эмоциясына әсер етеді. Менің КМБ-да істейтін танысым, менің СС-та істейтін әпкем, менің ауруханада істейтін ағам деп басталады, көпшілігі солай басталады. Бірақ ол кімнің ағасы, қандай аға, қай жердің СС-інде істейді, қашан істеген, өмірде бар ма жоқ па, ол белгісіз. Манипуляцияның басты ережесі ғой, сол арқылы манипуляция жасайды. Тағы бір дүние, сөйте отырып олар адамға бәленшенің ағасы екен ғой, Ардақ жазып тұр, демек Ардақтың ағасы екен ғой деген ой қалады да, менде автомат түрде. Ол енді психология таза, сенім болады. Өйткені оны маған Ардақ жіберіп тұр, оны маған журналист жіберіп тұр, білте бір Тенгридің қазақша бөлім редакторы, бас редактор, басқа емес. Ал енді тағы бір дүние, сарапшы деген әңгімені көп айтады бізде әсіресе. Эксперттердің айтуынша, коронавирус адамды 2 жылдан кейін вакцина алсаң 2 жылдан кейін өліп қалады екенсің деген. Қандай эксперт айтты? Ол псевдоэксперт па, жоқ әлде ол қолына таяқ ұстап жүрген көшедегі бір нема, аттандап жүрген кімді айтып тұрған біліп тұрсыңдар. Белгісіз да, оны ғылымға қаншалықты қатысы бар, қатысы жоқ деген сияқты. Бірақ біз эмоцияға сенеміз. Бірінші келген кезде не деп басталды? Менің әпкем деп басталды ма, сарапшы деп басталды ма, факт-чектің журналисі немесе Тенгридің журналисі деп басталды ма? Яғни сілтеме жасайды, біреуге бірінші жағынан. Екінші жағынан мен байқауымша жан дүниеңе кіріп кететіндей бір немесе бауырым, көкем, айналайын халқым деп бастайды. Иә, тыңдашы. Және екіншіден, қалайша сендер балаларыңның болашағын, денсаулығын ойламай отырсыңдар деген сияқты. Әркім енді баласы үшін жампида ғой, кез келген дүниеге. Сондай бір манипулятивтік сипат алады да, әрбір сөзі. Иә, саған жан ашып отқан сияқты жібереді да. Иә, бір қарасаң. Иә, мысалға андай бір ақпарат шықты ғой, судың бәрін улап жатыр екен деп. Сендер өліп қалмаңдар, сендердің жағдайларын нашарлап кетпесін деп, бір андай саған жаны ашып айтқан сияқты болады. Бір нәрсені түсіну керек те. Сол улап жатқан адамдар да бізбен бір ауаны жұтып отыр ғой. Егер улап жатыр десе біреу мысалға, жарайды, әкім Сағынтаевты айтайық. Біз жүрген көшемен Сағынтаевта жүреді, біз ішкен суды Сағынтаевта ішеді. Демек ол уласа өзін улады деген сөз ғой. Ол тіпті адамның миына кіріп келмейді. Адам оның өкінішке қарайды, қолданушылар екінші жағын ойланбайды. Бізді улап жатыр, ойбай, өлтірейін деп жатыр, мен түнгі сағат 3-те вертолетпен шашып шықты дейді, бірақ ол шашқан адам да сол ауданда тұруы мүмкін. Міндетті түрде коммуналдық қызметші жұмысшылар сол елді мекеннің жұмысшылары болады, тұрғындары болады. Сосын кеше маған Инстаграмда бір қолданушы жазған екен. Мен Қуат Найман Хамитовтың кезекті бір видеосын, фейкін жарияладым да сториске. Енді әзіл ретінде, сонда Қуат Найман Хамитовке ұнамай қаламакен деп деген желеумен біз жапырақтарды жәндіктерден тазаламауымыз керек па сонда деп смайлик қойып әзілдедім. Сонда маған жекеге бейтаныс, соған қарағанда Қуаттың фанаты болу керек. Қуат-боттар ма? Оларды Қуат-бот дейді екен ғой. Сөйтсе солардың бірі айтады: сіз өтірік айтып тұрсыз, біз бұрын бұлай түннің уақытында сепкенін көрмеппіз дейді. Мен айтам, себебі сіз бұған дейін ешқандай да видео ешкім түсіріп,
сіз о әлеуметтік желіге коммуналдық жұмысшылардың жұмысы туралы ешкім жарияламайтын, ол ешкімге қызық емес еді десем, соның өзіне қарсы шығып, не дейді? Сіздерді сатып алған? Сіз билікке жұмыс істейтін журналистсіз. Сіз қай басылымда істейсіз? Түсінікті ғой, деген сияқты. Яғни, саған аргументке келген кезде жеке басыңа өтеді, әйтеуір айналып Тенгри мемлекеттік емес қой, соны түсіну керек қой. Иә, мемлекеттік емес. Шықсаң, сатылып кеткен журналистсің ғой? Иә, оны білем. Былтыр коронавирус болып басталды. Коронавирус болғаннан кейін бізде бәріміз жұмыс істедік. Локдаун болған кезде, сол кезде бірінші рет коронавирус инфекциясын жұқтырдым. Биыл екінші рет ауырдым. Ардагерім коронавирустың. Екі дүркін. Сол кезде бір туысқанымыз звондады. Сендер әдейі ауырып жатсыңдар, сендерге болған ақша төлейді. Егер сендер ауырмадық деп айтсаңдар, сендер жұмыстан қуып жібереді, сендер чиптеп тастаған, сендердің айтқан, тұрған, жүрген барлығын біліп отыр олар. Сондықтан сендер бізге чатқа өтіріктен жазасыңдар, сендіру үшін бізді сондай амал жасап жатыр дейді. Туысқан, жақын ағам. Ауылдан хабарласып сөйтіп айтып отыр. Сіз бұны қайдан естідіңіз? Біз бұны WhatsApp-тан келді, бізге барлық шындықты WhatsApp-тан жіберіп отырады дейді. Сонда аға, мен сізге де WhatsApp-пен жібердім ғой. Демек, менікі де шындық қой десем, жоқ, сендерді сатып алған, сендерді Америка қаржыландырады, сендерді үкімет сатып алған, қауіпсіздік комитеті сендерді бақылап отырады, сондай деген сияқты айтады. Содан түсіндіруге тырыстым, бірақ айттым, аға, мен енді ондай тілемеймін. Бірақ сіздің жақыныңыз ауырғанын қалар едім мына сөзіңізден кейін дедім де. Артынан бір туысқанымыз сол кісінің отбасынан ауырды. Көз жету үшін шығар енді, иә. Содан кейін барып сенді. Өкінішке қарай, адам өзі ауырып, өзінің басынан өткермейінше сенбейді. Тіпті кеше бір әріптестерімнің сюжетінен көріп отырмын, синхрон алып жатыр. Бедит, мамамыз больницаға келгенге дейін, ауруханаға келгенге дейін сау еді, ауруханадан ауырып өліп қалды дейді. Соны айтамда, ол кісілердің өздері асқындырып алуы мүмкін үйде жүріп, мысалы. Құр ентігіп жүреді дейді де, назар аудармайды, өкпесі. Қарқынды пневмонияға шалды ғой бірден. Иә, жылдам. Мысалға, біздің мамамыз ауырды, өзіміз ауырған кезде. Басында жап-жақсы болып жүрді, есік алдыға гүлінің суы құйып, кешке жақын ентіге бастады. Бірден КТ-ға апарып едік, 30% депті уже. 25% депті. Ертесінде таңертеңде тағы апарып, таңертеңде емес, бір 2-3 сағаттан кейін түнгі сағат 2-де скорый алып кетті, жедел жәрдем. Апарып тағы да компьютерлі томографияға түсірсе, айналдырған бір 5-6 сағаттың ішінде 30% болып кетті. Сонда ол бір күн жүруі мүмкін да, 5-6 сағатта, мысалы бір күнде ол одан да жылдам болып кетуі мүмкін. Адамдар оны түсінбейді, өкінішке қарай. Сол түсінбеушіліктен мынандай нәрсе шығады. Тағы да бір факт-чек жасап көрдім. Солардың бірінде бір оқырман жазады, сен биліктің құйыршығысың. Енді маған өтпейді енді ондай дүниелер. Етім үйреніп кеткен, иә. Сөйтсе, сен сол жақтыкісің. Мен айтам, мен биліктің дүниесін айтып отырғам жоқ. Денсаулық сақтау министрлігінің, оның ведомстволарының сөзін айтып отырғам жоқ. Мен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының сайтындағы мәліметті айтып отырмын. Бүгінгі таңға дейін 7 түрлі вакцина әлем бойынша барлық кезеңнен өткен, тексерілген деп отырсам, сен қайдан көрдің оны? Мен айтам, міне, сілтеме. WHO сайтын көрсетіп, осыған кіріңізші деймін. Ол кірмейді. Сен мені үйретпей-ақ қой, балам. Әлде бір үлкендігін пайдалана ма, әлде бір сондай бір дүниелерін пайдаланды. Жақсы. Енді біз осыған дейін әңгіменің бәрін коронавирус бар ма жоқ па деген сияқты көпшіліктің көзі жетіп қойған дүниеге тоқталдық. Енді мынаған тоқталсақ қалай қарайсыз? Сол антиваксерлердің арасында медиктер де бар қазір. Олармен қалай күресу керек? Олар қарапайым журналист, менің ойымша, сарапшы болмаса, маманы болмаса, оған қарсы сөз айта алмайды. Былтыр естеріңде болса, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заң жобасы қатты талқыланды. Қоғам тарапынан, жаңағы қоғам белсенділері тарапынан, медиктер тарапынан, тіпті ұлттық өнерді дәріптейтін айтыс ақындар көшеге шығып, бұл деген болмайды бізге деген секілді дүниені көп айтты. Қыркүйек, желтоқсан айларында. Фактчек кезет, соны зерттеу барысында
артында әлде бір ұйымның тұрғанын анықтадық. Мүдде бар әйтеуір. Мүдде бар, иә. Бұл нені қабылдатпау керек. Сайтта тұр, ол қандай ұйым, не ұйым, басшысы кім деген секілді. Саентологтармен тікелей байланысы бар. Ресейден басқарылатын ұйым. Сол ұйым көптеген адамға қаржы берген, ақпараттық компания жүргізген, бір сөзбен айтқан кезде. Нот емес па? Ау? Нот емес па, ресейлік? Нот емес. Нотқа да қатысы бар, бірақ та нот емес. Саентологтар, иә. Қазақстандық ұйым, және де ол ұйымның несі өте үлкен, ауқымы қол ұзын, басшыларының бір сөзбен айтқан кезде кезінде талай заңдарды қабылдайтын жұмыс тобында болған. Антиваксерлерде дәл сондай ұйым бар деп санаймын, артында тұрған. Олардың да бір мүддесі бар деп ойлаймын. Кеше өздеріңіз жақсы білесіздер, Айна Бөкеева деген біздің апайымыз бар, Шымкенттен. Реабилитолог дәрігер, иә. Мыналардың айтып жатқаны дұрыс емес, мынандай деген секілді көп дүниені айтады. Өзіміздің әріптес ағамыз осыны жасағаннан кейін ауырлап кеттім деп пост жариялады. Артынан 1-2 күннен қайтыс болды, иә. Бүгін оқыдым, Ішкі істер министрлігі іс қозғапты. Демек, біздің таратқан дүниеміз ол тіпті адам денсаулығына жақсы әсер етсін, жаман әсер етсін, бәрібір де ондайдың қандай да бір кері әрекеті болады, несі болады. Антиваксерлердікі дәл сондай. Егер де мысалға қазір вакцина алып жатқан адамдар көп дейміз, 6 миллионға жетті дедік бүгін. Бірақ та тағы бір мынандай мәселе бар. Сол 6 миллион ішінде қаншадан вакцина паспортын сатып алды деген мәселе туғанды айтты. Бір танысым бар, осы Алматы облысында тұрады, маған хабарласып, осындай бір жерден вакцина паспортын сатып алайын деп жатырмын деді. Айттым, көке, сіз сатып алмай тұра тұрыңыз, мен сізге мынаны түсіндірейін дедім. Сіз ертең коронавирус жұқтырып ауырасыз, ауырған соң больницаға барасыз, сізді қарайды, сізде вакцинация паспорты бар, және де сізді вакцина алған адам ретінде емдейді. Бірақ ол вакцина алмадыңыз, және де сізге вакцина алмаған адам ретінде емдеу керек, вакцина алған ретінде емдеген ем сізге қонбауы мүмкін. Емдеу хаттамасы басқаша болуы мүмкін, иә. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, кеше 151 адам қайтыс болды деп денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді ғой, вакцинадан. Оның ішінде де сатып алған адамдар болуы мүмкінді, және солар сөйтіп статистиканы құртуы мүмкін. Бұл ғылымға деген, жалпы болашаққа деген өте үлкен қастандық. Иә, біз өліп қалдық, түгі жоқ, өлген адам өлді, шынтуайтына келген кезде. Бірақ та артына қаншама қоғамда қаншама сенімсіздік қалдырды, иә. Мен мысалы вакцина алмай, сенбей вакцина алмасам, жаңағы адам вакцинадан 151 адам өлді ғой деп, ертең мен вакцина алмай өліп қалуым мүмкінді. Ал 151 адамның мысалы кем дегенде 50-і вакцина сатып алуы мүмкін еді паспортын. Енді туысқандар кешірсін, көріп отырған шығар қазір, бірақ та шынтуайтында сондай мәселе бар. Көп адам вакцина паспортын вакцинадан қорқып сатып алмай жатыр. Бірақ сатып алып жатыр. Сатып алып жатыр, иә, кешіріңіздер. Тағы бір мәселе бар. Айтады, вакцинаны қалай жылдам жасап қойды, бұл не деген дүние, значит, бұның бәрін алдын ала дайындап қойған, бұның бәленбай жыл зерттеу керек дейді. Бірақ та вакцинаның барлығы, Қазвак болсын, Спутник болсын, Pfizer болсын, жаңағы зерттеулерден өтті. Бірінші фазасы, екінші фазасы, үшінші фазасы зерттелгені жарияланды. Кейде ол қысқа да болуы мүмкін, 1-2-3 айдың ішінде жасалуы мүмкін вакцина. Ол ғылымда түрлі компьютерлік зерттеулер бар, басқа зерттеулер бар. Ал антиваксерлердің басты айтатыны, бұл жылдам жасалды, бұның бәрін болған, бұл барлығы сіздерді өлтіру үшін 2 жылдаларың өлесіңдер, еркектер белсіз болып қалады, әйелдер бедеу болып қалады деген әңгіме. Осы туралы Fact-Check.kz сайтының орыс редакциясының бас редакторы Павел Банниковтың Закон KZ сайтына берген сұхбатын оқыдым. Сол сұхбатында дәл осы тұста ол кісі былай айтады: бізде дәрігерлердің өзі ескі әдебиетпен, оқулықпен оқиды дейді. Мысалы, 70-80 жылғы оқулықпен оқып жүргендер бар дейді. Ал заман енді өзгеріп, қанша 50 жылдан асып кетті. 50 жылда ел жаңа, ойлашы енді. 2000 жылдан бастапқы құс тұмауы сияқты басқа да аурулар бар, соны оқығаным бар. Сөйтсек, 1-2 жыл ішінде вакцина жасалып отырған екен.
Ал ол баяғы 90 жылға дейінгі вакциналар кем дегенде 3 жылға жет, 5 жылға жет, тіпті кейде бір 50 жылдан кейін шыққан бір аурулар бар. Логикалық тұрғыдан алса, қазіргідей технология болмады ғой. Қазіргідей компьютерге немесе түрлі аппаратқа салып, центрофугаға салып, тексеріп, вакуумге салып қарастыратын мүмкіндік болмады ол кезде. Павел өте дұрыс айтады. Бұл тек қана біздің медицина саласына қатысты ғана емес, біздің журналистикада қатысты, сондай филологияға қатысты, тарихқа да қатысты сондай өкініштісі сол да. Бұл енді біздің кемшін тұсымызда, жалпы қоғамның әр салада бар дүние да. Әр салада бар дүние және ескі дүние. Мен Казгуды жиі жамандаймын, журфакты ше. Және де ол рас дүние. Казгуда мысалы 60-70 жылғы әдебиет пен журналистиканы оқытады кейбір мұғалімдер. Бірақ ол журналистиканың форматтары, ол журналистиканың жанрлары, журналистиканың методологиясы қазіргі кезге келмейді. Ал бұл құр сөйлеу өнері, журналистика, хабар тарату өнері. Ал жаңа сен айтқан медицинада ол мүлдем келмейді. Өйткені ол жерде күн сайын жаңарып отыруы мүмкін, жаңа терминдер енуі мүмкін, жаңа дәрілер енуі мүмкін, жаңа құбылыстар ашылуы мүмкін, зерттеліп. Сондықтан Павел мырзаның айтқанымен толық келісемін. Сол Павел Банниковтың сұхбатындағы бір мәселе қатты әсер етті да. Осы мәселе бойынша медиктер тұру. Енді біз ойламай-ақ қойық, 3 журналист жиналып алып, дәрігерлерді түгелдей жамандап отыр деп. Жоқ, ондай ештеңе жоқ. Кейбірі деймін да, кейбірі мысалға біразы бар, қазіргі Science деген, The Lancet деген журналдар бар, соларды өздері интернеттен тауып, жазылып, қарап, оқып жүреді. Өзі керемет маман болып шығады. Ал бір жағдай бар екен, мысалға 96 жылғы ма бір зерттеуде оқулықта тұмауға қарсы вакцина жоқ делінеді. Бірақ 96 жылғы емес, 60-70 жылғы оқулықпен оқып жатқан адамдар 96-ның өзін оқымайды. Ал ана 96 жылғы оқулықта тұмауға қарсы вакцина жоқ делінеді, бірақ ол одан кейін шыққан вакцина бар мысалға. Ал соны оқып шыққан медик айтады ғой, сен не қыл деп тұрсың, міне оқулықтан оқып шықтым кеше ғана. Жоқ дейді, жоқ дейді. Ал негізі бар. Қызық, қызық. Бұндай дүниелер бізде депутаттардың арасында да жиі болады. Меруерт Қазбекова ханым, Ақжол партиясының фракциясының мүшесі, мәжілістің депутаты, бірнеше рет метадон туралы мәлімдеме жасады. Метадонды білесіздер, енді ауытқып кеттік тақырыптан, бірақ та десе де ол да жалған ақпарат қой. Метадон терапиясы Біріккен ұлттар ұйымының конвенциясында тыйым салынған деді. Рас, ескі конвенцияда тыйым салынған, бірақ жаңарған конвенцияда керісінше настоятельно рекомендуем деп жазылған. Қатаң түрде жаңа ұсынамыз, осыны жасаңыздар деп жазылған да. Ол кісінің бәлкім спичрайтерлердің қатесі ма, бәлкім өзінің қатесі ма, жаңадан дүниені қарамаған. Бірақ сол жалған манипуляция ақпарат тарап кетті. Елдің бәрі жазды, біраз сайт жазды әріптестер. Енді ойлап қарасаң қиын да, заң жазады, мысалға депутаттар. Енді өзінің қатесі деп сол кісіге қарата айтпай қойық, бірақ дәл осындай жағдайда заңға да өзгеріс енгізу немесе заң шығару процесінде бұндай қателіктер болса, онда өте қауіпті нәрсе да. Ешкі мәліметпен депутаттық сауал жолдады. Біз метадон терапиясына тыйым салу керекпіз, Қазақстанда болмайды оны жасауға деді. Бірақ метадон терапиясы арқылы қаншама адам нашақорлықтан айығып жатыр. Жаңағы дозасын кішірейтіп азайту арқылы мүлдем нашақорлықтан айығып кеткен адамдар бар. Ол кісі айтты, метадон терапиясынан адамдар өліп жатыр деді. Шын мәнінде статистика қарасаң, адамдар өліп жатыр. Біреуді тоқ соғып өлген, біреуді суға батып кеткен, біреу жүрегінен өліп қалған деген секілді. Дәл метадоннан өлген жағдай тіркелмеген. Енді Айна Бакееваның қазіргі таратып жүрген ақпараттарына қатысты келсек, мен өз басым бір ғана манипуляцияны қарап қалдым. Ол контексттен жұлып алып, әйтеуір бір мәліметті бергісі келді. Мынандай жағдай. Айман Сәдуақас деген медицина магистрі Айна Бакееваға инстаграмнан сұхбат береді. Сол сұхбатында
біздің денсаулық сақтау министрлігі халықтың 70%-ына вакцина салу керек дегенді қайдан шығарып алғанын білмеймін. Ол негізі дұрыс емес дейді. Не үшін өйтіп айтып отыр десеңіз, ол дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы әр халықтың, әр мемлекеттің халқының 10%-ына вакцина салса, ұжымдық иммунитет қалыптасады, сол жеткілікті деп айтқан еді. Мына жақта біздің мемлекеттің денсаулық сақтау министрлігі 70%-ға дейін жеткізуге отыр. Олар кімнің тапсырмасын орындап отыр деген сияқты ушықтырады. Сондағысы, енді дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының сайтына кірдім. Директоры Тедрос Адханомның мәлімдемелері бар екен. Сол мәлімдемелердің соңғыларын ішінде қарап шықсам, онда айтылады екен. Біз қыркүйек айына дейін биылға әр халықтың 10%-на салып, жылдың соңына дейін 40%-на салып, ал келесі жылы 70%-ға жетсек қана халықтық ұжымдық иммунитет пайда болады деген екен. Сонда контекстен жұлып алып, міне дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымын біздің денсаулық сақтау министрлігіне қарсы қойып отырды. Бұл жерде бір нәрсені түсіну керек та. Ұжымдық иммунитет деген не деген сұраққа жауап іздеуіміз керек та. Егер ұжымда 100 адам істеп, оның 10 адамы вакцина алып қалған 90 адам ауырса, ол ұжымдық иммунитет емес қой. Ол белгілі бір бөлшегі ғана, белгілі бір көлемі ғана, бірақ ол ұжымдық иммунитет бола алмайды. Ал егерде 100 адамның кемінде 60-70% ауырса, вакцина алса, және де қалған 40 немесе 20 ауырса, онда ол ұжымдық иммунитет. Өйткені сол 20 адамнан басқа адамдарға жұқпауы мүмкін. Жұқса да жеңіл ауыруы мүмкін да. Қатері салыстырмалы түрде аз болып шығады дейсіз. Қатері аз болып шықпайды. Жоқ, болса егерде ұжымдық иммунитет болса, қатері аз болып шығады. Егер Айна ханымның айтып отырғанындай болса, онда өте қауіпті. Өйткені 18 миллион адамның, мысалы 10 миллионы вакцина алу керек болса, соның 1 миллионы вакцина алса, қалған 9 миллионы сонда ауру жұқтырмайды деген сөз емес қой. Қалған 9 миллионы ауруды жеңіл өткізеді деген сөз емес қой. Ал егерде керісінше 9 миллионы вакцина алып, 1 миллионы вакцина алмаған жағдайда аурудың қаупі төмендейді, анағұрлым төмендейді. Өйткені бағанағы 9 миллион емес, кемінде бір ары кетсе 1 миллионның бір 500 мыңы ғана ауруы ықтимал. Дәл өзі ғой, мысалы бір ұжымда белгілі бір шамада адам ауырып, одан кейін қалған шамадағы адамдар олар сала берсін вакцина. Біз солардың арқасында аман қаламыз дейді. Бұл енді білмеймін, эгоизм ба, әлде бір қоғамға, ұйымға, көпшілікке өзінің бір сол игілігін көреді, қоғамның, мемлекеттің, бірақ мәселеге келген кезде әйтеуір тұйықталып қалады солай. Мен сондайды көп байқаймын. Мынандай бір не бар да. Қазір әсіресе коронавирус кезінде адамдар шұғыл түрде көмек көрсетіп жатыр ғой, бірақ та көп адам не салық төлемейді, не міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына ақша төлемейді. Сосын айтады, мен ақша төлемесем де мені қарап жатыр ғой деген секілді әңгіме айтады да. Бірақ оған сен төлеп жатсың, мен төлеп жатырмын, сен төлеп жатсың. Қарасаң, біздің ақшамызға басқалар демдеп жатыр. Ол да эгоизмнің бір түрі. Бұл да сол секілді. Басқалар да өле берсін. Егер вакцинадан өлетін болса, мен аман қалайын деген әңгіме ғой. Қарап тұрсаң, сенімсіздік. Өкінішке қарай журналистердің арасында да сенімсіздер көп та, сенбейтіндер. Бар енді. Оны да мойындау керек. Дәрігерлердің өзі сенбей тұрған соң енді. Барлық салада бар шығар ондай. Жаңа бірден айтайын деп отырдым, дельта штаммымен ауырдық, коронавирусқа ауырдық. Айтайын деп тұрғанымды ұмытып қалдым болдым. Асықпай еске түсіріп алайық. Сосын шыны керек, дәл қазір Инстаграмға, сол сияқты біздің әлеуметтік желідегі жұлдыздарымыздың парақшаларына кіріп қалсаң, көпті қайдағы жоқ бір мәліметтер. Енді күні кеше ғана Израильдегі бір Герцог деген аурухананың директоры мәлімдеді деген ақпарат тарады. Ол жерде айтылады, ештеңе айтылмайды, бірақ арабша ма? Иврит тілінде сөйлеп жатады. Иврит тілінде сөйлеп жатады, бірақ алдында монтажбен бегущая строка дейміз ғой. Сол жерде жазылып тұрады. Ананың айтқаны сияқты. Мен елдің бәрі түсінбегеннен кейін, ол жерде айтылады. Қазір ауыр жағдайда жатқандардың 90-95%-ы ол
түгелдей вакцина салдырғандар дейді. Яғни вакцинаға қарсылықты күшейту үшін жасалып отыр. Енді не істейміз? Мен түсінбей қалдым. Шын болуы да мүмкін ба не деп. Енді адам деген өзі кішкене күмәндану керек. Иә, аслында титр тұр. Иә, титр тұр. Түсінбейсің. Былай қарасаң, бар телеарна, ТВ-13 деген телеарна, ол атақты Израильдің Палестинада да көрсетілетін, шет мемлекеттерінде де көрсетілетін телеарна мысалға. Иврит тілін түсінбеймін, оның сайтына кіріп, факт-чек жасай салуға. Не істейміз? Facebook желісінде сол Герцог госпиталінің ауруханасының сайтына кірсем, дәл сол видео тұр екен. Сол видеоға сипаттама жазылған. Онда директор айтады: мен бәріңізді құттықтаймын. Бұл жерде пандемия басталғалы бері жұмыс істеп тұрған корона бөлімшесі бізде бір ғана науқас қалғаны себепті бөлімше жабылады деп барлығын құттықтап айтқан екен сол жерде. Сипаттамасынан оқып алдым да, деді директор деп тұр. Бұл сонда халықтың басқа тілді түсінбегенінен жақсы пайдаланып тұр ғой. Бұған дейін Аталидің кітабы шықты ғой, Тримира деген кітабында халықты жаппай қыруымыз керек деген, онда қазақстандық шоу-бизнес өкілдері жаппай таратты. Ол жақта да мысалы ешкім Тримираны оққан жоқ. Біз бір нәрсені түсіну керекпіз да. Олар ғалымдар емес те, олар журналистер емес, дәрігерлер емес. Оларға той болғаны керек, шын мәнінде концерт болғаны керек, ақша жоқ. Олардың мүддесі сол. Олардың мүддесі сол. Сен жаппай кеп стадион толтырып концерт жасау болды, ақшасын жинап алу. Халықтың қамын ойлап жатқан шоу-бизнес өкілдері өкінішке қарай аз. Неге? Егер де шын мәнінде халықтың қамын ойлайтын болса, олар жасырын тойға бармас еді. Кешегі карантинде бұзып рояль тюлипте жүрмес еді барлығы. Бірінші мәселе осы. Қызылордада дронмен түсіріп тұрса, таңғы 7-де тойда жұрт толып отыр. И сол дронды көріп қойып, бәрі тыпырлап қашып жатыр да. Тойдан қашып жатыр ғой, барлық адамдар. Не көрінді деймін да? Сондай жасырын той жасап, өздерін бір террористер секілді сезіндіріп, қашып одан. Не зардап, той жасамаса сол ақшасы қалтасында қалады ғой. Адам деген оған кредит алып, банктер де қызық кредит бере береді. Содан кейін жаңағы неге оралайық, Израильге оралайық. Эстрада жұлдыздарының, шоу-бизнес өкілдерінің қалай болса солай нені алып сала салуы ең бірінші кезекте ақша мүддесі жатыр да. Материалдық мүдде жатыр. Ол қайтсе де ертең тойға шыққысы келеді, тездетіп тұралап қалды, 2 жыл болды, үлкен концерттер болмайды деген сияқты. Екінші мәселе, біздің тіл білмейтіндігімізді өте жиі пайдаланады. Тіпті көп пайдаланады. Соның ішінде тіпті ағылшын тілін білмейтіндігімізді де көп пайдаланады. Контекстте дұрыс аудармай бере салады. Немесе ұқсас аудармалар бар. Мысалға, чемпион деген сөздің чемпион деген аудармасы бар, немесе чемпион дегенде осыны насихаттаушы деген аудармасы бар, сол сияқты бірнеше мағынасы болуы мүмкін. Оған өзіне ыңғайлы мағынамен аударады да, мәдеп бере салады, бітті. Өкінішке қарай бізде сондай аудармалармен антиваксерлер қатты жұмыс істеп жатыр да, пайдаланып жатыр. Халық соған сенеді. Сен де сеніп қалдың мысалы, егер де кіріп қарамасаң, сенің қаныңда бар, уже үйренгенсің, бәленбай жыл зерттеу жасап жүрсің, көрмесең болмайды, түбіне жету керексің, бір сөзбен айтқан кезде. Қатты әсер етеді маған. Өйткені әсер етеді, Өйткені ол біздің неге бұлайынан болып қалды, біздің жасап жүрген дүниеміздің бәрі өтірік па, сонымен деген секілді сұраққа жауап іздейміз. Ал адамдарға бәрібір, адамдар деп бөлмейін енді, біздің достарымызға, таныстарымызға бәрібір. Өйткені келді, мындай екен, ардақ өтірікші екен, думан өтірікші екен, ардақты мемлекет сатып алған, думанды Американың шпионы, Европаның шпионы деген әңгімен айта салады. Болды, оған Билл Гейтс ақша төлеп отыр, Сорос төлеп отыр, ардаққа мемлекет төлеп отыр, министрлік бірдеңе десе аузын жауып тастайды, бітті деген әңгіме болды. Бұл жерде енді анықтап алу керек сияқты да, мемлекет тарапынан да кейде манипуляция кетеді. Оны жасыра алмайсыз. Журналист болғаннан кейін енді көзің ашық болғаннан кейін кішкене қарай жатарсың, басында басқаша айтқан сияқты еді ғой деп. Сол сияқты енді вакцинаға қатысты емес, бір мысал, Талдықорған әкімдігі AirPods құлаққаптарын сатып алды деді. Біздің әріптесіміз сұратқан. Сөйтсе бізге айтады, бір дана құлаққап сатып алдық дейді. 45 мың теңге ма? 45 мың теңге, сол ғана.
оны біз бір жеңімпазға сыйладық дейді. Жақсы, ештеңе жоқ. Одан кейін мемлекеттік сатып алу сайтына кіріп қарасақ, онда тағы 3 құлаққапқа тапсырыс тұр, және оны орындаушы, орындалғаны, мерзімі бәрі тұр. Кім өтірік айтты? Біз оның ақпаратын бердік, яғни біз өтірік айтып тұрмыз. Біздің жауапкершілігіміз болу керек. Сол үшін біз қайдадан ведомствоға хабарласып, әлде әкімдікке хабарласып, мән-жайды білуіміз керек. Осындай ақпарат тұр. Сондағысы ешкімнің ешқандайда бірдеңені жасыратын мүддесі болмағаны анықталды. Сөйтсек, ол жалпы 4 құлаққап сатып алынған екен. Біреусін биыл сатып алған екен. Біздің сауал хатымызда биылға қатысты бюджетті қарастырсақ, келесі екінші сауалымызда біз 2020 жылға бюджетті де қарастырдық. Сол кезде ғана олар белгілі бір уақытқа арналған бюджет үшін жауап береді екен. Осындай бір бюрократиялық дейміз ба, қағаз дейміз ба. Иә, олар өтірік айтып тұрған жоқ, бірақ халық соны, оқырман соны түсініп, мынандайдан назар аудармаған екен, журналистер белгілі бір мерзімді сұраған екен, сол үшін осындай жағдай болған екен деп. Бірақ бұл жерде енді жағдайды бір манипулятивтік сахнаға алып шыққандай бір әсер болды да, халық, ой, мыналар жасырып жатыр, ой, мынау бүйтіп жатыр деп. Осыны енді дұрыстап түсіндіріп беретін бір материал жасайсың ба? Подкаст ашып сол үшін. Сол үшін подкаст ашыппыз ғой, міне. Өте дұрыс. Негізі мемлекеттік органдар әсіресе біз кейде журналист зерттеушілерден бөлек қоғам белсенділері мойындау керек, техникалық спецификаны дұрыс оқымай қаламыз. Жылын қарамай қаламыз, я болмаса қандай да бір детальдарына қарамаймыз. Вау, тап дейміз да, ұра саламыз болды. Алдында біз жақында OpenBase деген жобаны іске қостық, өздеріңіз де көрген шығарсыздар. Ашық деректердің барлығы бір жерге жиналған. Сол жерде мен презерватив деп іздедім. Қарасам, ішкі саясат басқармалары презерватив сатып алады екен. Сосын ойладым, ойбай, оларға не керек деп ойладым да. Сөйтіп, ары қарай оқып қарасам, сөйтсем, акция бұл ВИЧ-ке қарсы күн. Акция жаңа тегін презерватив мүше қаптар таратылады екен. Ал былай қарап тұрсаңыз, енді шенеуніктерге презерватив не үшін керек? Ақшасы жоқ па деген әңгіме ғой. Біздің тарапымызда презерватив алып жатыр деген сияқты. Біздің ақшамызға. Кейде осындай бір манипуляция шығып кетеді. Ережеден тыс құлағы қалқайып шыға келетін бір повод, инфоповод, жаңалық жасаушы сайттар болады. Соған арнайы төселіп алған. Әдейі біртүрлі көрініп қалған ситуацияға акцент қойып, назар аударып, ол да журналистикада дұрыс ақпарат тарату емес деп ойлаймын да. Кликбейт. Сосын бірінші мәселе, екінші мәселе оқырман тарту, тапсырысты орындау. Ол мемлекеттік тапсырыс болуы мүмкін, ол басқа тапсырыс болуы мүмкін. Оқырман санын көбейту, трафик жинау, өкінішке қарай, жиі кездесіп жатады. Бірақ амал не, ондай сайттарда енді кішкене сараптай алатын, анализ жасай білетін оқырман көпке қаламайды. Ол содан жалғатты кетеді. Ал тұрақты оқырман қалаған адам, журналист ешқандай алдамай, асыра сілтемей, жаңағы айтпақшы, кликбейт жасамай материалын береді. Иә, біздің қазақстандық журналистердің ішінде, біз енді бағандан бері анау жаман, мынау жаман деп жатырмыз ғой, біздің саламызға да тоқталып кетейік. Сіз айтқан тақырыпта да, мысалға, солай тақырыпты ойнатып беретіндер де бар да, әкімдіктер, мысалы, мына өңірдің әкімдігі мүше қап сатып алыпты халық ақшасына, сатылығына деп. Ал бірақ өздері жаңа әкімдікке барып, ол не үшін сатып алынғанын, жаңағыдай қандай акция болғанын айтпайды. Сонымен бітеді сол. Барып та керек жоқ қой, сайтта ілініп тұр ғой барлығы. Оны қарамайды, жазбайды. Сипаты тұр. Иә, сипаттамасын айтып бермейді, сатып алынған, оған мынандай ақша бөлінген, оған тіпті ол жақта егер акция болса бір көп алған шығар оны. Осындайын сатып алыпты деп шулатып, мысалға желіні шулатып жіберуі мүмкін. Ол бұның ішінде жаңағы неге де қатысы бар шығар бұның, фейкке де қатысты. Мысалға біз фейк тарап жатса, оның анық-қанығын білуге тырысамыз ғой. Әкімдікке хабарласамыз, мысалға бір нәрсе шашып жатса, бұл не шашып жатыр деп звондаймыз. Біздің журналистердің өздері кейде жоқ жерден осындай бір жалған ақпарат болмаса да бір манипуляциялық ақпараттар таратып жатады. Кликбейт ақпарат таратып жатады, иә. Факт-чектен мынандай түсінік бар да, біз жалпы ақпараттың растығын зерттемес бұрын фейк пен жалған ақпараттың ара жігін ажыратып алу керекпіз да. Фейк деген ол ойдан шығарылған дүние. Трафик жинау үшін
немесе адамдардың санын көбейту үшін ойдан құрастырылады. Мысалға Билл Гейтс 5G-ді адамзатты құрту үшін жасап шығарыпты деген ақпарат, иә. Ол ойдан құрастырылған ақпарат, оның ішінде қастандық теориясы да бар, байқап тұрсаңыз, элементі бар. Фейк ойдан шығарылады. Жалған ақпарат қандай да бір адамның қандай да бір деректерді жалған таратады. Мысалға, жаңағы мүше қапталды да, оны әкімдік біздің ақшамызға мүше қап сатып алыпты. Бұлар немене сонда әкімдікті жын ойнақ қылып жіберді ма? Бұл не деген сұмдық деген секілді таратады. Бұл жер жалған ақпарат таратты. Фейк емес, жалған ақпарат таратты. Өйткені шынымен мүше қап сатып алған рас. Шынымен әкімдіктің салық төлеушілердің ақшаларын сатып алған рас. Я манипуляция да бар. Енді қарап зерттесең, шын мәнінде ол акцияға сатып алуы мүмкін, қандай да бір сіз бен біздің сол денсаулығымызды қорғау үшін, репродуктивті денсаулығымызды қорғау үшін сатып алып таратылуы мүмкін. Негізі өте жақсы екен жалған ақпарат пен фейктің ара-жігін ашып алғанымыз. Бірақ заңнамада олай жазылмаған ғой. Көрінеу жалған ақпарат тарату ғана. Оған фейк те кіріп кетіп жатыр. Яғни осының ара-жігін ашып нақтылайтын заман келген сияқты да? Мен мынандай ұсыныс жасар едім де. Осы енді Қазақстанға факт-чекті әкеп дәріптеп жүрміз ғой. Сонда бізге жалған ақпарат туралы заң керек. Бірақ ол қылмыстық заң болмау керек. Әкімшілік заң болу керек. Бұған жазалау керек адамды. Бірақ та жазасы сәл жеңілдеу болу керек. Өйткені қазіргі жағдайда жазасы қиын болған өзінде де бәрібір видеодан кешірім сұрап адамдар құтылып кетіп жатыр жалған ақпарат таратқанның өзінде. Демек, оны қылмыстық кодексте ол жұмыс істемейді деген сөз. Жұмыс істесе де жаңағы атқарушы органдар, құқық қорғау органдары қылмыстық іс қозғамайды деген сөз. Қандай да бір жағдай, оның жемқорлығы ма, басқасы ма, енді оны тиісті органдар ажыратар жатар. Және де ол заңға фейк таратқан кезде қандай жаза қолданылады, манипуляция жасаған кезде қандай жаза қолданылады, және де жалған ақпарат таратқан кезде, көрінеу жалған ақпарат таратқан кезде қандай жаза қолданылады деп жік-жікке бөлген дұрыс. Заң да ескі ғой. Заң ескі. Жаңағыда мәселеге медицина мамандарының ескі оқулығына оралып отырмыз ғой. Жаңағы заң бойынша әрқайсының ситуациясына қарай отырып, зардабы көлемін анықтай отырып, тергеу деген сол емес пе жалпы? Сонымен айналысып, анықтап барып, соған лайық жазасын берсе дұрыс та. Бірақ бізде жалған ақпарат сөйлей салу, айта салу, фейк айта салу, ол бір жалған ақпарат емес, фейк. Біліп алдық қой. Фейк тарату, ол бір қамқоршылықтан ба, ақтап алуға да болатын кездері бар сияқты. Павел Банниктің әлгі сұхбатында айтады, антиваксер деген кім? Кімдер антиваксерге жатпайды. Мысалы айтады, ол жай ғана келген нәрсені қамқор болсын, абайлап жүрсін деп туысқандарына WhatsApp-тан таратуы мүмкін. Ол антиваксер ма? Ол просто сеніп қалды деген сөз. Ал антиваксер деген ол нақты деятельность. Ол нақты бір мүддемен, интересі болып, қызығушылығы болып, белгілі бір істі алып отыру деген сөз. Айналысып отыру. Жаңағы фейкті шығаратын адамдарды антиваксер дейді. Вакцинаға қарсы фейкті шығаратын адамдар антиваксер дейді, қаста өзіміз жалған ақпарат таратып жүрміз. Соны айтамын. Сонда кейін шығып жатыр, вакцинаны алуға үндеушілерді ваксер деп айту керек па деп. Түсініксіз ұғым да? Ол антиваксер деген бар, демек ана ваксер болып тұр ғой деген әңгіме ғой. Обратный дедукция ғой, обратты. Олай жұмыс істемейтін сияқты, олай айтпау керек сияқты. Бізде жалпы ондай топ бар ма? Вакцина жақтаушылар деген. Мен вакцинаны жақтаушымын, бірақ өзім вакцина алмадым деп па. Жоқ, менің вакцина алмауым себебі денсаулығыма байланысты вакцина алмадым. Енді жазылып, вакцина алам деген кезде коронавирус болып ауырып қалдым. Енді тағы 3 ай алмайтын болдым да. Дәрігерден сұрадым, жазылдым, келесі апта барып алсам бола ма дедім. Жоқ, сізге 3 ай алуға болмайды, денсаулығыңызға зиян деді. Амалсыздан алмай отырмын да. Журналистердің көпшілігі меніңше үндеп жүр ғой. Вакцина алыңыздар, вакцинаны алу керек деп. Бізде осылай айтатындар бар. Бізде вакцина алдық, бірақ қолмен көрсетпей қойын десеш ма? Біз екеуміз алып алғанбыз. Бірақ
бізде нақты бір антиваксерлер сияқты жұмыс істейтін топ жоқ қой, мысалға бір үндеп. Ол бізде денсаулық сақтау министрлігінің жұмысы негізі. Оларды онда ваксер деуге болады шығар. Оларды ваксер деуге болады, бірақ та денсаулық сақтау министрлігінің енді білмеймін, өзім ондай термин дұрыс емес шығар. Министрлік ол орган ғой өйткені. Журналист қанша жерден бейтарап болып нейтралды ақпарат таратса, бірақ міндетті түрде оның бір құндылығы болуы керек та. Әділетсіздікке төзбеу, жемқорлыққа қарсы болу деген сияқты. Сен журналист бола отырып қалай нейтрал ақпарат тарат? Сайтыңда таратарсың, мақалаңда нейтрал таратарсың. Бірақ енді өзіңнің жеке өмірің, жеке көзқарасың бар, иә? Фейсбукте, Твиттерде, Телеграмда өзіңнің көзқарасыңды білдірсең, ол сенің басылымыңның көзқарасын білдірмейді ғой. Ол сенің жеке басыңның көзқарасы. Сен сол жағынан ваксер болуың мүмкін. Өкінішке қарай, егер де Ардақ Құлтай бір ақпарат таратса, бұл Тенгридің ұстанымы деп түсінеді. Егер Думан ақпарат таратса, бұл Медианеттің факт-чектің ұстанымы деп түсінеді. Бізде Қазақстанның қоғамында өкінішке қарай адамды ұйыммен байланыстыру өте үлкен жұмыс дейді. Есет па, Тенгри Ньюстағы есет па, демек бұл Тенгри Ньюстың несі ғой, ұстанымы солай ғой деген түсінік қалыптасады. Бірақ өте дұрыс айтып отырсыңдар, Телеграмда немесе WhatsAppта, Фейсбукта, Твиттерде адам жеке өз ойын айтуға құқылы. Журналист ол да адам, ол да өзінің ойын айтқысы келеді. Жұмыста мүмкін жұмыс бабымен оған кейбір дүниені айтуға болмайтын шығар, мысалға нейтралды қылып немесе басқа дүниелерді, бірақ ол Фейсбукта өзінің каналы, Телеграмда өзінің каналында немесе Твиттерде өзінің ойын жазды. Ол Тенгридің немесе факт-чектің немесе информбюроның несі деген сөз емес қой, көзқарасы деген сөз емес қой. Бізде мысалы Серікжан деген әріптесіміз бар, өздеріңіз білесіздер. Серікжанды бірден информбюромен байланыстырады. Бірақ Серікжанның да жеке көзқарасы бар. Жаңағы Шоқанды айтып отырмыз, Шоқанның да жеке көзқарасы бар, алып соғып бір немен байланыстыруға меніңше дұрыс емес мәселе. Қазақ тілінде көп журналист мән бере бермейтін сияқты көрінеді, енді өз басыма үстінен жоғарыдан сөйлемей қойын, бірақ жеке көзқарасым. Журналистер көп жамандық бітті ғой дейді. Мәтінге филологиялық талдау жүргізсе, ол жерде жақтасу немесе жек көрушілік сияқты бір жағымды, жағымсыз сияқты мағына береді. Ол семантика деп аталады. Ол әр сөздің өзінің мағыналық реңкі болады деген сөз. Мысалға, мәтін жаза отырып, сен оның үстіне деген сияқты күшейтпелі рай қоссаң, ол материалға бір рең береді. Ал сонымен қатар деген сияқты барынша бейтарап сөздерді, қысқырма сөздерді қолданса, ол кішкене бейтарап болуға деген ұмтылыс деп соны ұғу керек сияқты. Оның үстіне сонымен қатар сөйлеудің өзі, тіпті деген сияқты мағыналық реңкі өзгеріске ұшырайды. Біз бір нәрсені ұғу керекпіз де, мен де үстінен қарамай қойайын, бірақ енді әріптестер кешіріңдер деп. Өзін жиі айтам, чатта да кейбір чатта ұрсысып қаламыз, әріптестермен сөзге келіп қаламыз. Біз журналисттің ұлты, діні, ділі болмайтынын түсіну керекпіз де. Журналист нейтрал болу керек, барлық жағдайда. Журналист қалай ақпарат берді, сол ақпарат таратушы. Журналист шындық іздеуші емес, журналист әділеттілікті орнатушы емес, қоғам қайраткері емес, журналист депутат емес. Журналист ең бірінші кезекте Ардақ былай деп айтты, соны оқырманға былай деп жеткізу болды. Ардақ өтірік айтты, факт-чекер болса, соның өтірік рас екенін анықтау болды. Оңтүстік Кореяда кей-поп керемет дамығанын білеміз, бәріміз. Кәдімгі ұлықтайды оларды. Олардың өміріне дейін, олардың жеке басына, олардың басқа да шығармашылығына кәдімгідей араласады өзінің аудиториясы, қоғам болып. Егер олар белгілі бір қылмыс жасап, әлде тіпті қылмыс емес, бір ар-ұяттың ісі болса да, қоғамы, аудиториясы өзінің оны түзеп алады. Сынап, сабалап тұрып жөнге келтіреді, содан кейін барып қайтадан жақсы көреді оны. Бізде осындай бір жиналып, көпшілік болып, әлгі
жалған ақпарат тарату болсын, әлгі дұрыс тәрбие бермей отырған болсын, енді жұлдыз дейміз ғой біз қазір. Танымал адамдарға бір өзінің айтарын айта алмайды да бізде. Айтуға деген ой жоқ. Керісінше оған имандай сенеді ғой, егер бір ақпарат таратсақ, комментарий оқып отырсаң, халық қаһарманы қылып жүрген бәрін. Сіз біздің батырымызсыз деп. Сіз ғана осы мәселені көтеріп отырсыз деп, негізі ол манипуляциясы бар ма, жоқ па? Мынандай жағдай ғой, психологиялық тұрғыдан қарастыратын болсақ, ол оның көкейіндегі дүниені дөп басып айтты да. Ал біздер оның көкейіндегі дүние емес, оған ұнамайтын дүниені айтып отырмыз. Оның күмәнданатын дүниесіне жауап беріп отырмыз. Ал ол оның күмәнданатын дүниесін керісінше еселеп көбейтіп жатыр да. Сондықтан ойлас болғандықтан, бірдей ойлайтын болғандықтан кейін, әрине ол батыр. Менің ойымнан дөп басып отыр, менің ойлаған дүниемді насихаттап отыр, бір сөзбен айтқан кезде. Сондықтан да имандай сенетін де сол сияқты содан болу керек. Жаңа оңтүстік Корея оңтүстік Корея деп қалдық. Оңтүстік Кореяда 38-ші пациент деген не бар? 30-ші пациент, ұмытып қалдым. 38-ші пациент деп ала берейік. Түсінік бар. 38-ші пациент коронавирус басталған кезде қалай болса солай жүреді. Тойға барады, біз айтқан кезде, папқа барады, біраз адамға коронавирус жұқтырады. Бір пациент бәленбай мың адамға коронавирус жұқтырады. Бүгінгі жалпы тағы бір ой қосқым келіп отыр, біз 38-ші пациент болмайық. Біз жақындарымыздың, туған туысқандарымыздың өміріне тек қана жалған ақпарат таратпау түрінде ғана емес, ауру таратпау түрінде де жауапты болғанымыз жөн секілді. Өйткені біз өзіміздің ауру екенімізді біле тұра туысқанымыздың үйіне қонаққа барсақ, ертең ол туысқанымыздың үйінде қарт адам болуы мүмкін. Ертең ол туысқанымыздың үйінде денсаулығы мүшкіл адам болуы мүмкін, мүгедек адам болуы мүмкін. Оларға өте үлкен зардап шегуі мүмкін ертең біздің сол үйге барып коронавирус жұқтырғанымыздың кесірінен. Сондықтан да барлығы үшін біз айналамыздағы өмір үшін жауапты екенімізді естен шығармағанымыз жөн сияқты. Бізде қазір факт-чекингпен тек журналистер айналысып жүрген сияқты. Бірақ ол бәріне де керек қой, барлық маман иесіне керек мысалға. Біз факт-чекті жалпы медиада сауатты болу үшін бірнеше дүниені ескеруіміз керек. Бірінші кезекте жоғарғы оқу орындарында, мектептерде медиа ақпараттық сауат деген пән факультатив енгізуіміз керек. Өйткені оқушы кезінен, студент кезінен медиадағы ақпаратты сауатты тұтына білген адам жалған ақпаратқа алданбауы мүмкін. Ұжымдық жаңағы иммунитет жасауымыз керек. Жалған ақпаратқа қарсы иммунитет құруымыз керек. Ол бірінші кезекте. Екінші кезекте өте дұрыс айтып отырсың, журналистер ғана жалған ақпаратпен күресуге міндетті емес. Біз бәріміз қоғам болып, бүкіл адамзат болып жалған ақпаратқа қарсы тұру керекпіз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы Тедрос мырза басталған кезде, пандемия басталған кезде мынандай айтты. Бізге пандемиядан да қауіпті дүние ол инфодемия деді. Инфодемия жалған ақпараттың пандемиядан да жылдам таралуы, бір сөзбен айтқан кезде. Біз жалған ақпарат алу арқылы өзіміздің денсаулығымызға, өмірімізге, туыстарымыздың денсаулығымызға, қоғамның мүддесіне, ұлттық мүддеге, ұлттық қауіпсіздікке, мемлекеттік қауіпсіздікке зиян келтіруіміз мүмкін. Сондықтан да бәріміз бірге жалған ақпаратпен күресуіміз керек. Ол үшін шынайы ақпаратты, шынайы тексерілген сайттарды, жалған ақпарат таратпайтын деген сенімді ресурстарды оқуға кеңес беремін. Тенгриньюс болсын, Азаттық болсын, факт-чек болсын, информбюро болсын, закон болсын, мысалы осыларды оқуға кеңес беремін. Өйткені власть қалып қалды. Өйткені осы сайттарда мен жалған ақпарат шықпайтынына сенімдімін. Арасында қате кетіп қалуы мүмкін, бірақ та осы ресурстар аз кем болсын, оқырманын сыйлап, біз жалған ақпарат таратыппыз деп жазып жататын кездерін жиі байқап қаламыз. Ал көптеген мемлекеттен тапсырыс қана алып отырып, сол тапсырысқа ғана жұмыс істеп отырған сайттар өкінішке қарай рерайтпен немесе көп жағдайда жалған ақпаратты таратып жатады. Осындай жерде
халықаралық журналистика топтарына, телеграмдағы каналдарына жазылған. Сол жерде мысалдарында былай айтады: интерессіз, яғни мүддесіз қателік деген ұғым болу керек дейді. Егер мүддесіз қателік болса, мынандай практика бар екен шетелде. Арнайы үлкен бір газет болса, бір бұқабасына емес, бір парағына түгелдей біз қателестік. Осындай жағдай, біз неден қателестік, не үшін қателестік, біз оқырманымызды сыйлаймыз, сол үшін сіздерге арнайы осы жерде мәлімет беріп отырмыз. Сондықтан әр журналистің, әр редакциядағы жұмысшының осы айғы жалақысынан 10% ұсталады дейді деген мәлімдеме жасайды. Бұл оқырманын сыйлаудың, оқырманмен санасудың, сыйласудың озық үлгісі дереді да. Пандемия басталған кезде Чарльз Либер деген адам коронавирусты қолдан жасапты деген біраз сайт таратты, ақпаратты. Тенгриден шыққан жоқ. Одан басқа біраз ресурстар таратты. Соның ішінде Хола Ньюс оқырмандарынан кешірім сұрады. Алматы телеарнасы оқырмандарынан кешірім сұрады, көрермендерден. Біз жалған ақпарат таратыппыз. Біз де алданып қалдық. Біз де сіздер секілді адамбыз. Кешірім өтінеміз. Келесіде жалған ақпарат таратпауға тырысамыз деді. Барша әріптестерімді осы сәтті пайдалана оқырмандардың алдында жауапкершілікке шақырар едім. Жалған ақпарат тараттық па? Мойындайық жалған ақпарат таратқанымыз. Тек қана сайттан өшіріп тастап, үндемей отырмайық. Жақсы. Оқыт қой біздегілерден. Google ештеңені ұмытпайды. Кез келген дүниені шығарып алуға болады. Кез келген дүниені веб-архиватор арқылы қалпына келтіріп алуға болады. Мейлі ол өшірсеңіз де, мейлі сайтты өшіріп тастасаңыз да шығарып алуға болады. Сондықтан да оқырманның алдында жауапты болайық, жалған ақпарат таратпайық, манипуляция жасамайық. Көп рахмет.